Құрметті ауыл шаруашылығы еңбеккерлері, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауында Қазақстан ет және сүт өнімдерін экспорттайтын өңірлік ірі елге айналуға тиіс. Егін шаруашылығында суды көп қажет ететін, тиімділігі төмен дақылдар көлемін қысқарту, оларды көкөніспен, майлы және азықтық өнімдермен алмастыру жолына бет бұру керек деп атап өткен болатын. Міне, бұл бағытта облыстың ауыл шаруашылығы саласында ілкімді жұмыстар атқарылуда. Үстіміздегі жылы агроөнеркәсіп кешенін қолдауға барлық көздерден 7,8 миллиард теңге бөлінсе, республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңге, жергілікті бюджеттен 6,2 миллиард теңге бөлінді. Жыл басынан бері саладағы жалпы өнім көлемі 146,5 миллиард теңгені, немесе өткен жылмен салыстырғанда нақты индекс көлемі 104,3%-ды құрады. 2015 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы 587,9 мың гектарға жетіп, 1,3%-ға артты. Ауыл шаруашылығы министрлігінің талдауына сәйкес, меморандумда белгіленген индикативтік көрсеткіштер бойынша Жамбыл облысы 77,8% құрап, жоғары көрсеткішке жетсе, соңғы 2 жылда ауыл шаруашылығы өндірісі 72,5% өсті. Биылғы жылы 241,6 мың гектар масақты дәнді дақылдар егін орағына түсіп, әр гектардан алынған орташа өнім 16 центнерді құрады, және 385,7 мың тонна астық бастырылып, 182,7 мың тонна өнім артық алынды. Үстіміздегі жылы алғаш рет 143 гектарға үдемелі бақтар отырғызылды. Оның ішінде Жамбыл ауданындағы Рустам Ғанижанов басқаратын Шоқай жеміс шаруа қожалығы, Рашид Шоңбаев жетекшілік ететін Алтын Алма ауылдық тұтыну кооперативі, Әлтайыр Болсынбековтің иелігіндегі Сады Востока жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Асылбек Қырықбаев басшылық ететін Агро КЗ шаруа қожалықтары 98 гектарға, Меркі ауданындағы Ақызат Шарипов басқаратын Ақ Арал өндірістік кооперативі мен Совет Қалманбетов жетекшілік ететін Совет шаруа қожалығы 40 гектарға, Байзақ ауданындағы Наурызгүл Ниетбаева басшылық ететін Ниет шаруа қожалығы 5 гектарға үдемелі алма бағын отырғызды. Облыста жылдан жылға азайып бара жатқан ағын суды үнемдеу және өнім көлемін арттыруға қол жеткізу мақсатында су үнемдеу технологияларының көлемі 8147 гектар алқапқа енгізіліп, өткен жылмен салыстырғанда 63,3%-ға артты. Биылғы жылы Байзақ және Меркі аудандарында өткен егінжай күні 2015 дала семинары барысында белгіленген нысандар бойынша су үнемдеу технологиясын енгізу арқылы мол өнім алуға болатынына көз жеткізілді. Мысалы, аталған озық технологиялар Байзақ ауданындағы Мауыт Фазулов басқаратын Талап шаруа қожалығы мен Меркі ауданындағы Қанат Шайхиев жетекшілік ететін Сыпатай Батыр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Хан Қызылшасы алқабына енгізіліп, жүйелі жолға қойылған. Аталған семинарға облыс әкімі Кәрім Нәспекұлы Көкірекбаев қатысып, егін шаруашылығында су үнемдеу технологияларын пайдаланудың тиімділігі туралы айтып, аталған шараға өзінің жоғары бағасын берді. Соңғы жылдары Жамбыл облысының делегациялары Қырғызстан, Қытай Халық Республикасы және Белоруссия мемлекетінде болып, ауыл шаруашылығы саласындағы әлемдік озық технологиялармен танысып, тәжірибе алмасуға мүмкіндіктер болды. Сондай-ақ Кәрім Нәспекұлының бастамасымен 2020 жылға дейін облыстың агроөнеркәсіп кешенін дамыту барысында талдау жасап, бағыт-бағдар айқындау мақсатында арнайы шақыртумен Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының президенті, экономика ғылымдарының докторы академик Қалиев Ғани Әлімұлы бастаған бір топ ғылыми зерттеу институттарының басшылары және алыс жақын шетелдерден келген инвесторлармен бірлескен кеңес өткізілді. Жалпы облыс әкімі Кәрім Нәспекұлы Көкірекбаевтың ауыл шаруашылығы саласының тыныс тіршілігіне ерекше ықылас зейін қоюы,
тынымсыз облыстың түкпір-түкпіріндегі елді мекендерді аралап, ауылдардағы проблемаларды шешудегі ерік-жігері, ізденісі агро саланың дамуына өзіндік үлесін қосты. Салаға шетелден инвесторлар тартылып, экономикалық, мәдени қарым-қатынастарды дамыту мақсатында әр деңгейде өзара меморандумдарға қол қойылды. Атап айтқанда, Малайзия елінің ханзадасы Якуб мырза біздің облыста бірнеше рет болып, мал шаруашылығымен айналысуға үлкен шынайы қызығушылық танытып, бүгінде малайзиялық кәсіпкерлермен бірге Мерке ауданында Агростан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан Жаңа Зеландиялық жоба негізінде бордақылау кешенінің құрылысы қолға алынуда. Алдағы уақытта 50 мың басқа дейін мал әкелу жоспарлануда. Сондай-ақ Мойынқұм ауданында Мойынқұм агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан 3 мың басқа арналған бордақылау кешені және ет бағытындағы мүйізді ірі қара өсірумен айналысатын 5 мың басқа арналған репродуктор шаруашылық құрылуда. Бүгінгі күнге дейін Ресей Федерациясынан 600 бас асыл тұқымды мүйізді ірі қара әкелінді. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы саласы жоғары көрсеткіштерге жету мүмкіншілігіне ие болды. Атап айтқанда, облыста үстіміздегі жылы мүйізді ірі қара 4383 басқа, қой мен ешкі саны 33,9 мың басқа артса, жылқы 2311 басқа, түйе 179 басқа өсті. Бұл орайда асыл тұқымды мал өсірумен белсенді жұмыс атқарып жүрген шаруашылықтарды, оның ішінде Тұрар Рысқұлов ауданындағы Халид Базаралиев басқаратын Луговой жылқы зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігін, Сайранбай Дөненбаев жетекшілік ететін Шәушен шаруа қожалығын, Байзақ ауданындағы Сәкен Рәпілбеков басқаратын Бапыш Сисенбай шаруа қожалығын, Қордай ауданындағы Дүйсехан Қошалиев басшылық ететін Қақпатас Қордай жауапкершілігі шектеулі серіктестігін және Жуал ауданындағы Игор Хок жетекшілік ететін Гамбург жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Жамбыл ауданындағы Алпысбай Жұмаханов басқаратын Пионер қой зауыты өндірістік кооперативін және тағы басқаларын айтуға болады. Облыста негізгі ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірісі де артып келеді. Үстіміздегі жылы 80,3 мың тонна ет өндіріліп, өткен жылмен салыстырғанда 3,8% артса, 250,7 мың тонна сүт өндіріліп, 1,7%-ға, 101,7 миллион дана жұмыртқа өндіріліп, 9,4%-ға ұлғайды. Биылғы жылы елбасының мемлекеттік дамудың жаңа Қазақстандық жолын айқындап берген 100 нақты қадамы ел өміріндегі ерекше саяси оқиға болды. Нақты 100 қадам бағдарламасының 60-шы қадамында сүт және сүт өнімдері өндірісін дамыту үшін стратегиялық инвесторлар тарту бойынша алдағы 3 жылда атқарылатын міндеттер нақтыланса, 61-ші қадамында ет өндірісі мен өңдеуді дамыту міндеті қойылды. Аталған міндеттерді орындау мақсатында ағымдағы жылы Шу ауданындағы Айман Шотайқызы жетекшілік ететін Айшот шаруа қожалығы күніне 2,5 тонна сүт өңдейтін шағын сүт цехын іске қосса, Байзақ ауданындағы Исмаил Фазлиев басқаратын Ағали шаруа қожалығы 3 тонна сүт өнімдерін өңдеп шығаратын шағын цехын қазан айында іске қосты. Одан бөлек Тұрар Рысқұлов ауданындағы Әубәкір Әбди басшылық ететін Астана шаруа қожалығы мен Мерке ауданындағы Азиз Хейроев жетекшілік ететін Севил Мерке жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де сүт өңдеу цехын іске қосуды жоспарлауда. Осы жылы 227,5 мың тонна тауарлы сүт өндіріліп, оның 96,5 мың тоннасы қайта өңделді. Жоғарыда аталған шаралардың нәтижесінде облыста өндірілетін сүтті қайта өңдеудің үлесі 40%-дан 53%-ға ұлғайды. Салаға инвесторлар тарту арқылы ет өнімдері өндірісін көбейту, келешекте етті экспортқа шығаруға қажетті инфрақұрылым толық қалыптастырылуда. Бұл бағытта 2016 жылы Жамбыл ауданындағы оңтүстік халал ет өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің етті қайта өңдеу кешенін іске қосу жоспарланған. Егер бұл жоба жүзеге асса, облыстағы мал бордақылау алаңдары шикізатпен қамтамасыз етеді. Осылай толық циклді ет кластері ұйымдастырылып, алдағы уақытта қайта өңделген ет өнімдері экспортқа шығарылатын болады. Сондай-ақ ырыс бағдарламасы бойынша облыста 12 сүт тауарлы фермасын құру жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылы сыбаға бағдарламасы аясында 3700 аналық бас сатып алынып, жоспар 100% орындалды. Сонымен бірге бүгінгі күнге 4950 басқа бордақылау алаңдары құрылып, жылдық жоспар 126,9%-ды құрады. Ал 2014 жылдан бастап іске асырыла бастаған
Құлан бағдарламасы арқылы биылғы жылы 1871 бас жылқы сатып алынса, Алтын асық бағдарламасы аясында 21720 бас асыл тұқымды қой сатып алынды. Жалпы атқарылған іс-шаралардың нәтижесінде облыста асыл тұқымды мүйізді ірі қара малының саны 45,8 мың басқа жетіп, жалпы пададағы үлес салмағы 15%. Қой 23,6%, жылқы 23,4%, түйе 30%-ді құрап, республикалық көрсеткіштен жоғары болды. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш тағы да 1,5-2%-ға өседі деп күтілуде. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Астана мен Алматы қалаларының айналасында азық-түлік белдеулерін құру туралы жарлығына сәйкес, ағымдағы жылы Алматы қаласының айналасында азық-түлік белдеуін құру және Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Алматы қаласында жыл басынан бері 3 рет жәрмеңке өткізіліп, 723,2 тоннадан астам ауыл шаруашылығы тауарлары өткерілсе, тамыз айының 22 мен қыркүйек айының 22 аралығында Астана қаласында апта сайын ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өткізілді. Ал облыс деңгейінде ағымдағы жылдың басынан 89 рет ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылып, 512,9 миллион теңгенің азық-түлік тауарлары ұсынылды. Өңірде ағымдағы жылы ветеринария саласына бөлінген қаржылай қолдаудың нәтижесінде эпизоотиялық жағдай тұрақтанды. Аудандарда ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру клиенттік жүйеден веб-порталдық жүйеге көшірілді. Ауылдық жерлерде мал емдеумен айналысатын жас ветеринар мамандармен толықтырылуда. Ағымдағы жылы Мойынқұм ауданында 30 жас түлек жұмысқа қабылданып, көтерме жәрдемақы берілді. Жыл басынан бері облыстың ауыл шаруашылығы саласында жалпы сомасы 16 миллиард 263 миллион теңгені құрайтын инвестициялық жобалар жүзеге асырылды. Оның ішінде Қазагро қаржы акционерлік қоғамы арқылы 3 миллиард 27 миллион теңге, Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы арқылы 2 миллиард 454 миллион теңге, Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы арқылы 1 миллиард 894 миллион теңге, Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 160 миллион теңге, екінші дәрежелі банктер арқылы 2 миллиард 60 миллион теңге игерілсе, шаруашылықтардың өз қаражаты есебінен 6 миллиард 210 миллион теңге және бұл жобалар бойынша ауыл шаруашылығы құрылымдарының инвестициялық салымдар кезінде шығарған шығындарының бір бөлігін өтеу бойынша 455 миллион теңге қаражаты игерілді. Жалпы осы уақыт аралығында облыстың ауыл шаруашылығы саласының дамуына, өсіп өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан ауыл шаруашылығы еңбек ардагерлері Халел Бисеев, Амангелді Карентаев, Сағынқан Әміреқұлов, Нұрмұхан Тілекенов, Владимир Синельников, Балтабай Бекежанов, Шолпан Даутов, Жұмахан Түкебаев, Нұрдәулет Әлібеков, Еркінбек Солтыбаев сынды көптеген аға буын өкілдерінің сіңірген еңбектерін атап өтпеске болмайды. Бұл кісілердің еңбектері кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге болып қала береді. Құрметті ауыл шаруашылығы еңбеккерлері, өздеріңіз көргендей ауыл шаруашылығы саласында қол жеткен жетістіктер жан-жақты айтылды. Оның барлығы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған Агробизнес 2020 бағдарламасы аясында және сіздердің аянбай тер төгіп салаға сіңірген еңбектеріңіздің нәтижесінде қол жеткізілді. Биылғы жылдың 31 қазанында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қол қоюымен ауыл шаруашылығы кооперациясы туралы заңы қабылданды. Аталған заң аясында біршама оңды экономикалық жетістіктерге жету мүмкіндіктері ашылды. Кооператив ішінде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері ауыл шаруашылығы өнімі мен оны қайта өңдеу өнімдерін алу, машина трактор паркінің қызметтерін пайдаланып, өзіндік құн бойынша кооперативте өз өнімін қайта өңдеу мүмкіншілігіне ие болады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған Агробизнес 2020 бағдарламасы аясында агроөнеркәсіп кешенін әртараптандыру, өндіріске жаңа инновациялар мен озық технологиялар енгізу, жаңа серпінді жобаларды жүзеге асыру,
қайта өңдеу кәсіпорындарын модернизациялап, қайта құру, ет бағытындағы мал шаруашылығын, қой шаруашылығын дамыту, жем азық өндірісі мен жайылымдарды пайдалануды жақсарту, өндірген өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және экспорттық әлеуетін көтеру шараларын ұйымдастыру барысында бұдан да жоғары жетістіктерге жетеміз деген ойдамыз. Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті ауыл шаруашылығы еңбеккерлері. Сіздерге ынтымақ, бірлік, шаттық пен береке, әр шаңыраққа бақыт тілейміз.